Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қызыл барқыт тортының цифра түрінде дайындалуын көрсетемін. Менің YouTube және Instagram каналыма міндетті түрде келіңіздер. Төменде көрсетілген рецептпен жасап көріңіздер. Торттарыңыз дәмді болып шығатынына сенімдімін. Ең алдымен айранға гелевый красительді қосып араластырамыз. Содан кейін жұмыртқаға қантты салып, ақ болғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Сұйық май құямыз және комната температурасындағы сары майды салып, тағы да миксермен араластырамыз. Содан кейін айранды құямыз. Араластырамыз. Енді ұнға қопсытқыш саламыз, ас содасын және какао саламыз. Енді барлығын тегешке салып, жақсылап араластырамыз. Мен бисквиттің қамырын өлшеп алдым. Бірдей 1200 грамм болды. Мен 3 цифра ғып жасаймын. 800 грамм өлшеп алып, 30-40 листқа құйып жайып шықтым. Ал екінші бөлігін 400 граммын мен жарты листқа пісіремін. 180 градусқа пешімізді қыздырып аламыз. Бисквиттің қамырын жайып шықтым және 15 минутқа пісіреміз. Піскен бисквитті міндетті түрде суытамыз. Енді осы 30-40 листқа 2 цифра шығарамын. Қағазым менде А4 көлемінде. Бірақ сіздер осыдан біраз кішкентайын кондитерлік дүкеннен алсаңыздар болады. Осылай кесіп шығамыз видеодағыдай. Енді үшінші бисквитін дайындап, оны да осылай кесіп шықтым. Креміне қант немесе қант ұнтағын саласыздар, және де сливки. Сливкиіміз міндетті түрде салқын болуы қажет. Осыны жақсылап араластырамыз. Содан кейін творожный сырды салып, тағы да миксермен араластырамыз. Креміміз осындай массада болу керек. Сұйық болмау керек, себебі қазір жинағанда езіліп тұрмайтындай. Цифрамыз дайын. Енді кремімізді осындай арнайы насадкаға немесе кондитерлік мешокқа салып жасап шықсаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей осылай кремімізді барлығын жағып шығамыз. Бірінші бисквитті жақ болған соң үстіне екінші цифрамызды қоямыз. Оған да дәл осылай кремді жағамыз.
Қызыл бархат торты өте дәмді, атына сай, корждары үлпілдеп тұрады. Міндетті түрде жасаңыздар. Кремімізді жағып болғаннан кейін тортымызды шоколадтармен немесе жеміс-жидектермен әсемдеуіңізге болады. Біздің қызыл бархат 8 цифра торты осындай болып шықты. Өте әдемі және дәмді. Менің рецептіме міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, келесі видеоны күтіңіздер.